Қазақстан нарығына да әлемде болып жатқан оқиғалар да өз әсерін тигізіп жатыр. Инвесторлардың бойын үрей шалса, ал нарықта әрі қарай не болатыны белгісіз. Бүгінгі видеода осы жағдайды түсіндіріп көрейік. Бұл Жусан инвестициялары. Сіздермен бірге Расыл Миразбек, ал кеттік. Украинадағы оқиғалар Қазақстан экономикасына кері әсер етіп жатыр. Ресейде құнды қағаздар мен валюта бойынша биржа саудасы тоқтап, ал рубль доллар мен евроға шаққанда рекордтық деңгейде құлдырауды тоқтатар емес. Тура осындай жағдай біздің елде де жалғасуда. ТМД және басқа дамушы елдердің валютасы 28 ақпан күні рубльдің артынан бірден түсіп кетті. Қазақстан қор биржасында теңгенің долларға курсы 6,1% қымбаттап, 495 теңгені құрады. Қазақстан ұлттық банкінің 98,1 миллион долларға интервенция жасау аясында теңге бағамы төмендеді. Бұл жалпы сауда көлемінің 61,5%-ын құрады. Ұлттық банк бұл оқиғаларға базалық мөлшерлемені 13,5%-ға көтеру арқылы бірден жауап берді. Әскери әрекеттер тауар жеткізу құрылымдарын бұзып, оны қымбаттауына, тіпті мүлдем тоқтап қалуына алып келуі мүмкін. Ресей сауда-саттық бойынша біздің ең басты серіктесіміз екені белгілі, ал Украина мен Қазақстанды ұзақ мерзімді экономикалық келісімдер байланыстырады. Украина көлік, құрал жабдық және ошақ шығаратын өндірістік ел. Қазақстан аталған техникаларға тапсырыс беретін елдердің қатарында. Қазақстан мен Украинаны біраз уақыттан бері көмір өндірісі саласы да байланыстырып келеді. Украиналық кеншілер кезінде Қарағанды кен өндірісін аяққа тұрғызған еді. Әскери шиеленістің әсері осы бағыттағы экономикалық және сауда-саттық ісіне де зиянын тигізетіні анық. Егер Ресей мен Украина арасындағы қарым-қатынас нашарлай берсе, бізге де қиын болады. Санкциялар біздің экономикаға да соққы болып тиеді. Қаржы нарығының тұрақтылығын қамтамасыз ету және теңгедегі депозиттердің тартылымдылығын қолдау мақсатында Ұлттық банк пен Қазақстан Республикасының үкіметі бірлесіп, бюджет қаражаты есебінен жеке тұлғалардың салымдары бойынша өтемақы есептеуді көздейтін теңгелік депозиттерді қорғау бағдарламасын жүзеге асырады. Бұл мәлімдемеге сай теңгедегі депозитке Қазақстан банктері 10% көлемінде сыйақы аударады. Казатомпром, Каспий, Халық, Кегок секілді қазақстандық компаниялардың акциялары құлдырап кетті. Ал Кассей ресейлік эмитенттердің құнды қағаздарын сатуды 1 наурыздан бастап тоқтатты. Кассей келесі ресейлік эмитенттердің құнды қағаздарға қатысты сауда-саттық ісін доғарды. Аэрофлот, Газпром, Норильникель, Лукойл, Магнит, Новолипецкий металлургический комбинат, Сбербанк, Ростелеком, Банк ВТБ және тағы басқалары. Ресей бұрын жарияланған отандық экспортаушыларға валюталық түсімдердің 80%-ын сату туралы бұйрық шығарды. Ел азаматтарына несиелік келісімдер бойынша басқа ел азаматтарына шетел валютасын аударуға тыйым салды, және де әуе кеңістігін 36 елдің компаниясына жапты. Осы шараларды қабылданғанға дейін Ресей орталық банкі негізгі мөлшерлемені 20%-ға дейін көтеріп үлгерді. Ресей нарығы кеше де бүгінде жабық. Осы уақытқа дейін енгізілген санкциялардың барлығы биткоин бағасының өсуіне алып келді. Оның ішінде батыс елдері енгізген шектеулерден кейін Ресей биткоинді қолдауы мүмкін деген спекуляциялық қауесетте бар. Бұл оқиғаларға әлем не дейді? Нью-Йорк қор биржасы және NASDAQ америкалық санкцияларға байланысты бірнеше ресейлік акцияларды сатуды тоқтатты. Нью-Йорк қор биржасы МТС, Mitchell, Cian және Headhunters акцияларын сатпайтын болды. Ал NASDAQ болса, Яндекс және Озон акцияларын сатылымнан алып тастады. Биржа жағдайдың бір қалыпқа келуін күтуде. Бұл шектеулердің бәрі уақытша және Нью-Йорк қор биржасы мен NASDAQ-тың реттеуші мамандары санкция шарттарын зерттеп болғанша жалғасады. Әзірге америкалық биржа нарығында делистинг жасау туралы әңгіме айтылған жоқ. 27 ақпанға қараған түні Еврокомиссия басшысы Урсула фон дер Ляйен Евроодақ және оның серіктестері Ресей орталық банкінің активтерін қатыру туралы шешім қабылданғанын мәлімдеді. 28 ақпаннан бастап Евроодақ Ресей орталық банкінің активтері мен резервтеріне қатысты операцияларға тыйым салды. 27 ақпанға қараған түні ақш пен Евроодақ ресейлік банктердің бір бөлігін SWIFT банк аралық төлем жүйесінен ажыратылатынын жариялады. Мәлімдемеде аталған шектеулер санкция тізіміне түскен банктерге қатысты екенін, бірақ қай банктер екені нақты айтылмаған. Егер қажет болса, бұл шаралар басқа да банктерге тиетінін айтты Еврокомиссия басшысы Урсула фон дер Ляйен.
Сонымен қатар 28 ақпан дүйсенбіден бастап Евроодақ Ресей үшін өзінің әуе кеңістігін толықтай жапқандығын мәлімдеді. British Petroleum жуық арада Роснефтің өз қолындағы 19,75% акцияларының барлығын сатуды жоспарлайды. Одан бөлек, ресейлік компанияның директорлар кеңесі құрамынан British Petroleum атқарушы директоры Бернард Луни мен экс-директоры Роберт Дадли шығатыны белгілі болды. Қазіргі уақытта көбірек сатып алу керек пе, нақты айту қиын. Сонда да наурыз айында ФРЖ жиналысы болатынын ескерткім келеді. Сондықтан паникаға берілудің қажеті шамалы. Қазір портфеліңіздің жағдайы қандай? Болып жатқан оқиғаларға қатысты не ойлайсыз? Өз пікіріңізді осы видеоның астында бөлісіңіз. Біз бәрін мұқият оқып шығуға уәде береміз. YouTube арнамызға және әлеуметтік желідегі парақшаларымызға жазылыңыз. Барлық сілтеме төменде көрсетілген. Келесі кездескенше аман сау болыңыз.